Баршаңызға жалынды сәлем достар. Бүгін сіздерге 2016 жылғы Хакер атты фильмін қысқаша айтып беретін боламын. Әрине, лайк пен подписаться кнопкаларын басуды ұмытпаңыздар, ал біз көпке созбай осымен бастаймыз. Алекс атты бала отбасымен бірге Канадаға көшіп келеді. Анасы банкте бухгалтердің көмекшісі болып істейді және олар сол банктен үйді ипотекаға алуды шешкен екен. Кішкентай Алекстің тек бір ғана досы бар, ол компьютер. Жастайынан код жазуға қызыққан Алекс уақыт өте келе әртүрлі сайттардан ақша таба бастайды және тапқан ақшасын болашақ оқу орнына жинайды. Түннің бір уағында ата-анасы үйдегі қиыншылыққа байланысты бір-бірімен ұрысуда. Олардың айқай-шуына шыдамаған Алекс кафеге барып демалуды шешеді. Кофе ішіп отырғанда жаңалықтан әлемдегі ең қауіпті хакердің кибершабуылы жайлы естиді. Келесі күні Алекс анасының жылап отырғанын байқайды. Үйдің ипотекасы біраз уақыт төленбеген соң банк анасын жұмыстан шығарып және үйді тартып аламыз деп қорқытқан екен. Алекс көп ойланбай өзінің оқуға жинаған ақшасын анасына тапсырады. Енді оны қалай көп ақша тапсам болады деген ой мазалауда. Жас жігіт көп ойланбастан Dark Web'ке тіркеледі. Алғашқы қолданушы болып кірген Алекс бұл сайтта адамдар бірнеше дәрежеге бөлінетін көреді, ал дәрежені көтеру үшін заңға қайшы әрекеттерге бару керек екен. Куратормен танысып, жас жігіт өзінің алғашқы құрбаны ретінде мектептегі атаманды таңдайды. Оның кредиттік картасын бұзып, барлық деректерді жинаған соң, өзінің кураторы Рузвельтке жібереді. Рузвельт Алекстің дәрежесін көтеріп, енді қиынырақ жұмыс бере бастайды. Жұмыс бойынша куратор Алекске қара базардан келген заттарды почтамен жібереді және Алекс заттарды сатып, белгілі бір пайызын өзіне қалдыра алады. Жас жігіт бар жоғы 3 аптаның ішінде $30,000 көтереді. Колледждің ақшасын төлеп, ата-анасымен қоштасып, Алекс оларға ай сайын ипотеканың ақшасын жіберіп тұруға уәде беріп, Торонто қаласына жолға шығады. Алда оқу жылы келе жатыр, ал күнделікті шығындарға да ақша керек. Рузвельт жақсы жұмысы үшін Алекстің дәрежесін көтереді. Енді Алекс әртүрлі карталарды қолданып, жалған паспортпен интернетте онлайн сауда жүргізбекші. Танымайтын біреудің картасымен қымбат сағат алып, оны сатуды шешеді. Бірақ қанша тырысса да өтетін емес. Бір кезде Алекс Сай атты жігітпен танысады. Сай оның сәтсіз саудасын көрген екен және оған сағатты сатуға көмектескей тұр. Бұл жігіт бірнеше минуттың ішінде сағатты сатып, Алекске өзі ойлағаннан көп ақша шығарып береді. Осылай жас жігіт Сайдың қабілетті екенін түсініп, енді онымен бірге жұмыс істемекші. Алекс танымайтын адамдардың банк картасы арқылы қымбат әшекей бұйымдар сатып алады, ал Сай болса шеберлікпен оларды зергерлерге өткізеді. Осы әрекетті бірнеше рет қайталап, екеуі бар жоғы 4 айдың ішінде $100,000 көтереді. Сабақ кезінде Алекс телевизордан хакерлердің тағы да бір жолдауын естиді. Олардың айтуынша, бұл жолы олар банктерге шабуылдамақшы екен. Бір күні колледжге барар жолда Алекс оған оқудан түкте пайда жоқтығын түсінеді. Сайдан жемқор банкерлер жайлы ақпарат сұраған Алекс енді анасы үшін кек қайтармақшы. Сайдың таныстары арқылы олар жемқорлардың банк картасы жайлы деректерге тез қол жеткізеді. Ертеңінде клубқа келген Сайға бұрынғы таныс қызы бай клиенттің безлимитный картасын қолына тапсырады. Басында Алекс картаны қолдануға қорыққанымен, Сай оны әзер көндіріп, екеуі картадан үлкен көлемді ақшаны шешіп алады. Бірақ ендігіден бастап олар картаға жоламау керек, өйткені банк оларды аңдып отыруы мүмкін. Тапқан ақшаға екеуі клубта түні бойы тойлауда. Таңертең Алекс анасын жұмыстан шығарған банк Dark Web'тің жауы екенін көреді. Алекс оларға кек қайтарудың жолын ойлап табады. Британдық кейіпте жас жігіт банкқа барып жаңадан счет аштырмақшы. Өзінің шапшаңдығымен Алекс тез арада взлом құрылғысын банк қызметкерінің компьютеріне жалғайды. Компьютерге вирус жіберген соң бәрін бітіргендей болып шығып бара жатқан Алексті күзетшілер тоқтатады.
Сұхбат кезінде қауіпсіздікке жауап беретін Кертис атты жігіт Алексің жауаптарын естіген соң көп ұстамай жібере салады. Алекс банкты толығымен взломать етпесе де Dark Web қолданушылар арасында үлкен құрметке ие болды. Тіпті жас жігітті Dark Web'тің басшысы және әлемдегі ең қауіпті хакер Зеттің өзі қолдайды. Ертеңінде Алекске Dark Web'тен Кира атты қыз жазып, екеуі кездесуді шешеді. Кираның дәрежесі Алекстен әлде қайда жоғары болып шықты. Сайдың айтуынша, Кира екеуіне қарағанда ақылдырақ, сондықтан қызды топқа шақыруды ұсынады. Бірінші, Кира оларға банк картасын жасап шығаратын құрылғы тауып береді және оларды алғаш рет криптовалютамен таныстырады. Бұл қыздың арқасында екеуі жаңа дәрежеге шықты. Әртүрлі кейіпте олар зергерлік бұйымдар, қымбат көліктер алуда. Кираның айтуынша туыс ағасында таныстары көп екен және олардың арқасында заттарды тез сатыпты. Алекс бәрі сәтті келе жатқанына өте бақытты, ал Сай болса қыздан күдіктене бастайды. Түннің бір уағында Кира Алекске Гонконгқа көшуге ұсынады. Оның айтуынша бұл жұмыс Гонконгта жақсы өтсе керек. Алекс бұл ұсынысқа түбегейлі қарсы, бірақ сонда да Кира оған ойлануын өтінеді. Бірнеше күннен кейін Рузвельтпен жолыққан Алекс оған бірінші алғысы ретінде ақша табыстайды. Сосын барып әңгіме кезінде одан Кира жайлы сұрағанымен Рузвельт оны танымайтын болып шықты, бірақ сонда да абай болуын ескертеді. Ертеңінде үшеуі беделді мафияларға заттарды өткізгей жатқанда Сай Кирадан күдіктенетінін айтып ұрыс шығарады. Сонда мафиялар саудаға байланысты келісімді бұзып, енді оларға бұл қалада сауда жүргізуге жол бермейтінін айтады. Қорыққандан Алекс енді Гонконгқа көшпекші. Үшеуі келе салысымен қымбат отельден орын тауып, бұрынғы істермен қайта айналысады. Бірақ бұл жолы банк картасы істен шығуда, яғни картаның иесі картаның ұрланғаны жайлы біліп қойды дегенді білдіреді. Осылай үшеуі күзетшілерден әзер қашып құтылады. Бір кезде Алекс бұның бәрінен жалыққанын айтып, Зеттің көзіне түсу үшін жаңа жоспар құрып отырғанда, Сай оларға бүгін туылған күні екен естеріне салады. Клубта Сай біреулермен төбелескені үшін Алекспен бірге уақытша қамауға түседі. Тіпті олар сотталып кетуі мүмкін еді, бірақ ертеңінде оларды Кира босатып алады. Оның айтуынша бұның бәрі ағасының арқасында екен. Ертеңінде Сай ақшаға толы пакетті әкеліп кешірім ретінде Алекске береді. Сөйтсе ол әлгі безлимитный картаны пайдаланған болып шықты. Ашуланған Алекс бұл картаға жақындамаймыз деп келіскенін айтады. Онымен қоса Сайдың ол жерге ешқандай маскировкасыз барғанына ашуланып, тезірек кетуін талап етеді. Біраздан соң Алекс пен Кира Гонконг бойынша картадағы ақшаларды шешіп, әрбір банкоматқа Dark Web'тің картасын қалдырумен айналысады. Жаңалықтар бойынша көлемі 2,5 миллиондай ақша ұрланғанын айтуда. Алекс бұл жұмыстың сәтті өткенін айтып тойламақшы, бірақ Кира қауіпті қадамға барғандарын түсінеді. Кира Алекспен бірге ақшаларды алып, басқа қаладан жаңа өмір бастауды қалап отыр. Бірнеше минуттан соң Алекске Зеттен хабар келеді. Ендігіден бастап Алекс Зеттің орынбасары болып сайланған екен. Жас жігіт $1 миллиард жоспары бойынша Зетпен кездесуді шешеді. Зет олардың бұл жоспарына барлық жағдайды жасап бермекші, бірақ жоспар істен шықса, онда екеуі де тірі қалмайтындарын ескертеді. Зетпен кездескеннен кейін Алекске Сай хабарласады. Сай одан кешірім сұрап, номерге кездесуге шақырып отыр. Бірақ бір кезде ішке мафиялар кіріп, Сайды өлтіріп кетеді. Номерге қайтып келген Алекс Сайды безлимитный карта үшін өлтіріп кеткенін түсінеді. Жаңалықтар бойынша хакерлердің шабуылдары акция нарығына үлкен зардап шектіргенін айтуда. Бірақ акция нарығының орынбасары арқасында бұл нарық қайта орнына келген екен. Орынбасар банкқа қарай жолға шыққанда Кира мен Алекс Зеттің командасымен бірге камераларда бақылап отырады. Миссия басталмай жатып, Кира Алекске бәрін тастап басқа қалаға кетуді ұсынғанымен, Алекс бұл істі соңына дейін жеткізуді көздеп отыр. Банкқа барар жолда орынбасарды біреу атып түсіреді. Сол сәтте акция нарығы құлдырай бастайды.
Зет барлық акцияларды сатып алып, белгілі бір мөлшерін Алекске және оның командасына жібереді. Бірақ бұнымен іс бітпейді, орынбасардың өлімі жалған болып шықты. Шындығында орынбасар аң аулап жүрген еді және сол кезде өзінің өлімі жайлы естиді. Зеттің адамдары жан-жаққа тарауда, бірақ Алекс пен Кираны белгісіз біреулер алып қашады. Жас жігіт ескі үйдің ішінде болып шықты. Көп ұзамай тұтқынға алған адамдар оған ештеңе айтпастан босата салады. Осылай Алекс көп ойламастан Таиландқа қарай қашады. Егер де сәтсіз жағдай болса, Кира мен Таиландта жолығамыз деп келіскен Алекс Кираның әлі келмегенін түсінеді. Хабарласса, Зеттің де Кираның да телефондары өшірулі. Біраз уақыттан соң Алекс ата-анасына хабарласып, ұмытып кеткені үшін кешірім сұрап, бірнеше күнде қайтатынын ескертеді. Сосын ол интернет кафеге жайғасып, дарквебке кірейін десе, мемлекет оған шек қойып тастаған екен. Ал жаңалықтардан Зеттің ұсталғаны жайлы және Кираны біреулер атып кеткенін көреді. Алекс бұл ақпаратқа сенетін емес, енді Кираға жазайын деп жатқанда оны полиция қызметкерлері тұтқындайды. Сөйтсе Алекстің төлем жасаған картасы ұрланғаны жайлы біліп қойыпты. Жас жігітті көп ұзамай түрмеге жабады. Күнделікті жаттығулар мен сенімін жоғалтпай, Алексті 2 жылдан соң белгісіз біреу босатып алады. Далаға шыққан Алекс көлікте күтіп отырған Кираны көреді. Кираның айтуынша ол Зетті ұстау үшін ФБРмен жұмыс істеуге мәжбүр болған екен, және сондықтан Алекс пен Сайдың тобына қосылыпты. Банкте Алекстен сұхбат алған ФБР агенті Кертис Кираға барлық сауда бойынша көмектескен болып шықты. ФБР мен Кира Зетті Гонконгта тұтқындауды шешіпті, ал мафиялармен болған сәтсіз сауда жоспардың бір бөлігі екен. Зетті қамауға алған соң Кира Алексті іздеуді жалғастырып, әзер дегенде Таиландтағы түрмеден табады. Алекс Кираның аман екеніне қуанып, осылай екеуі бірге жаңа өмір бастамақшы. Осымен біздің Хакер атты киномыз аяқталады. Достар, егер де хакерлер жайлы кино қаласаңыздар, комментарийге хакер деп жаза кетіңіздер. Әрине, лайк пен подписаться кнопкаларын басуды ұмытпаңыздар. Ал ендеше келесі видеода жүздескенше сау болыңыздар.